Достарына тіпті лайк басып подписчик болса видео өте қорқынышты және қызықты болады деген үміттемін. Ал онда сіздер видеоға кеттік. Алло жетел, иә болды істеп қоямыз ғой. Не үшін ол бірақ? Сол ернар істеп қойса жақсы еді. Бірісті кезіп беремін, сол суықта тұр. Болды, жарайды. Негізі бірақ өзіңде істесең болады еді ақша әуре болмай дегендей. Ай, қолым бос емес, қалада жүргенім ғой жұмыс істеп. Жарайды. Істеймін ғой, иә, болды, рахмет. Әкіреткем жинап алайын бүгін. Бүгін адам әдемі болып тұр, күшті. Ауырайды как раз әдемі болып тұр. Әкіреткем жинап тұр, тез. Каналға видео салу керек еді. Неқа жол істеп тағын бір жақсы қалды ше ауылда. Что-то сол істегенде шағы өткенмеді. Мынандай бір ектемін. Елдер тез жинатыш. Жетілер кішкене артынша кетіп қалады бә, осы жетілер ғой. Не еріп қалады осындайлар ше. Мысалы әшейін егіп кетті саған ше жетел бә, дұрыстап еге алмай ма осы жетелді ше өзі. Қопалма бір бөле осы ше. Жоқ қойын ана. Мен барып неқті келетен короче. Неқті бірақ жинайды жиған жоқ ше жетел қалысы солай егіп тағын. Неқпіз мен неқті мекпеске ақшай орталық қоя сайын. Ана сундук тұр екен ғой. Заттарым сақ қойын. Мерге ақша айлық түседі как раз ертең арғынмын. Жақсы oldu как раз ақша жақсы жиналып жатыр. Барып онда мен шетел жұмыс беріп еді, соны барып істеймін енді. Басқа не істеймін енді, басқа жоқ. Міне как раз бір стагизм тұр. Бір стагизм қойып қойын. Бір стагизм үй қойып қойын. Ақша жақсы жиналып ше, қаладан ба үй сатып алу керек ше. Видео асмайтын бірінші камера алсайшы, кәна жерге камера алсайын. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздер бүгін мен ерел достар. Ана тіркеу лайк басып подписчик етіңіздер. Достар, короче достар, ауылда жүрмін, көріп тұрғандарыңыздай және ретін жинап қойдым, көріп тұрғандарыңыздай. Короче достар, енді бүгін шетел қалауымен бір ақша берді. Короче артында тұрған кузнец ағасына қарама-қарсы тұрған үйде короче тазалап берші деген болатын. Ал онда достар, сол бүгін достар осы үйде енді істейтін боламыз. Заттары міне тұр, бізге берді. Ал енді үйде көрейік, есігі ашыла ма екен десем, есігі нормально еді. Достар, үйдің сырты бүтін болғанмен іші түтін екен, ол байқадым енді. Ана аяқ деген болып тапты ғой, мына шешіп алып тастайын. Мынау жабысып қалатын. Біршіне паутиналарды алып тастайын тез. Достар, паутина алып тастамасын. Үйіне жетел вообще үйіне келмей біраз болған. Мына жабысып қалды ғой. Достар, ана тіркеу лайк басып подписчик етейік достар. Екі жай бабышке жетіп ұстайық достар. Маяқта да паутина болмайды. Паутина жинап қойдым. Болды, енді аналарды сундыққа сақпайын. Жетел өзі апарды, енді қоқысқа заттарын қайта қоямыз ғой. Енді тағы не қалды? Іші нормально. Заттар шығарып қой деген тұғын. Қасымыз. Айбын ауыр ойғам. Ема. Қонан ема. Рең аласың ма? Канан алайын енді. Айбын қаңылды ауыр ғой. Белім өзі жарып қалды, бастамасын бұрым. Басталып жатып уже. Қыз емессің мұн как раз. Мына қатты ауыр екен. Біреу қалды енді, қалғанда жеңіл шарайды. Жеңіл болсын дей, қайта алмадым енді. Қойдым. Енді мыналарды көрейін қазір жеңіл мекен. Мынау сынбайтын нәрсе ғой. Что-то мына горшок шақтаға қатты ауырау бұны. Бір бәлеға балады жем енді. Мынау мысалы жеңіл, кайф болсын. Жеңіл заттар тақсан қызықта күшті да достар. Ал мынау да жеңіл енді мысалға да. Ол да жеңіл достар да, мынандай ауырлығы жоқ бұлардың да. Үйді осылай істептен енді достар кішкенеден. Тапыр кететін аған. Тез апарты. Достар, мен қазір істеп қойын, сосын одан видеоны жалықтырамын. Күтіңіздер. Тасып қойдым, короче енді. Үй палаты бітті, ана полдар ше тоза бере ма, бір бәле шөп басып кеткен қайттым. Шаң болып қалды оны.
Kep koyunda таспан деген болды осы бір стакта жетпеді деп ойладым енді жетпесе айта алмадым мен. Мынау мынау не болды үйдің астына тесік тоқташы мына жерде жоқ па айбы аяғым мынау не тағы тоқташы біздің мынау шетелдің үйінің астында мынандай бар білетіне шетелдің үйінің астында мынандай жоқ сияқты еді ғой мен үй жағым асты семейіп кетіп отырған ашайын деп тұршы что-то бір бәле сияқты бар мынада ше қойын факелмен сата кейін қазір күтетіңдерші достар что-то үйдің астында бір бәле бар сияқты екі факел жеткілікті деп ойлаймын бірақ саты жоқ ше ладно сатысыз да бара бер достар мына заттар істеп қойдым короче мына үйімнің астында мана тоқташы мына сындырыншы кәні шымның асты мана үйдің астында мына істелмеген бірақ ана жақта мынандай болмағанда мына опырылған ғой мына достар көріп тұрғандарыңыздай аяғым мына секіру керек мына басқа амал жоқ ше енді ана жақтан деп еще достар көріп тұрғандар свет жанып тұр аяғым аяғым достар мынау не чоза үй достар көріп тұрғандарыңыздай ше достар көріп тұрғаныңыздай үйдің менің мына қаншайым короче шетелдің үйінің астында үй тұр екен дана достар көріп тұрғандарыңыздай что-то бір бәле бар ау что-то көрейік ал достар енді что-то достар бір бәле тұр көріп тұрғандар ішіне мына жерде саты бар екен что-то біреу тұрады ау мына жақта достар кім бар басына шашып жібереме мана тозған ғой мына жердің асты қалай опырылған да судан кеткен жоқ шығар су деп опырмайды енді кірпіштің өзі қатты ғой мына достар көріп тұрғандарыңыздай фу мынау не қанта достар мына үйдің жан жағының өзі тозып кеткен ғой мына үйде кім тұрады мына үйде тұрмайды ау что-то терезесі бар екен көрінбейді бөле тұр ау тоқтай есік ашыла алмайды мана ашылмайды ғой мынау аштым жетел не істерсің тез жерден қаш мені құтқаршы бош неге айтсай не болды фу ана қан сасып жатыр тез қаш бұл жерде маньяк тұрады түсінбедім не тұрады десең маньяк тұрады деймін маньяк вообще жетелей қақтағы маньяк мына жоқ қой мына тез қашқыншы бош өттеп тез маньяк тұрады құтқарам күтші қазір сындырайын басым басым не болды маған айттым саған долбоем тез бұл жерде маньяк тұрады дедім ғой смешной маньяк басым жаман ауырып тұр артынан жаңа дубайкамен бұрды міне қақтам жіберіңдер жетелей қақтамыз біз осы жерде мен біраз уақыт болып тұрғанын қамап қойды мына жақта қашу керек кім құтқарыңдар бәрібір дым шықпайды неге мен бір ай жаттым осы уақытқа қағаз шегерді айтамын ешкім естіген жоқ бәләше енді мына тупикқа түстім короче сонда енді біз қашамайыз ба мына жерден жетел жетел қашамаймыз ба енді дедім жоқ қашамаймыз короче достар көріп тұрғандарыңыздай енді мен видеодан көріп тұрғандарыңыздай қамалып қалдырған жағдай осы ендеше достар сау болыңыздар енді ал достар келесі бөлім шықсын десеңіздер 100 просмотр и потом 20 лайк ал ендеше достар бірінші бөлім сендеріңіздер бүгін мен ерел достар арна тіркеу лайк басып подписка етіңіз ал ендеше сау болыңыздар екінші бөлім күтіңіздер